Құрметті оқырмандар, Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай бақ-берекем, құт-мерекем, әз-наурыз атты салт-дәстүр мерекесін өткізді. Наурыз мерекесі көне дәстүр сабақтастығының, ұлттық мәдениетіміздің қайта түлеген ерекше мерекесі. Халық арасында бұл мерекені ұлттық таным бойынша үйге жыл бойы молшылық пен сәттілік әкеледі деген сенім бар. Қазақ халқында ежелден Наурыз мейрамын көктемнің келуімен орайластырған. Оны тойлау шын мәнінде жаңа кезеңнің басталуына деген құрмет болып саналады. Бұл мерекені ауылдың кітапхана филиалдары мен қала филиалдары да ұмытпай ұлықтады. Осы Наурыз мерекесінде ауылдық кітапхана филиалдары ұмытылып бара жатқан құрсақ шашу салт-дәстүрімен көрініс көрсетті. Мерекелік іс-шарада кітапхана қызметкерлері өздерінің ән шашуларын, жылы лебіздерін білдірді. Келген қонақтар әсем әуеннен ерекше ләззат алып, дастарханымыздан ауыз тиіп, қуанышты мерекемен бөлісті. Қонақ болып келген жастарға Наурыз мерекесінде орындалатын жоралғыларды және мән-мағынасын түсіндіріп дәріптеді. Қазақ 30 күн ойын, 40 күн тойын деп бекер айтпаса керек. Соңғы күндердегі ауа райының тосын сыйларынан кейінгі кітапхана мұрындық болған мерекеміз жанымызға жылу сыйлады. Мереке құтты болсын.